Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kur'an әліппесі сабақтарының кезекті санына қош келдіңіздер. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бүгінгі өтетін әрпіміз ха әрпі, жим, ха, ха деп үйренген болатынбыз әліппеде. Жимге ұқсас жазу, алдыңғы әрпіміз жим болатын, жазуда бірдей, тек нүктесі үстіне қойылады. Көріп отырғандарыңыздай терісіне жазылатын 2, үстінде 1 нүкте. Баста жазылған кезде басқы элементі қалады, содан кейін қолын келесі әріпке береді. Ал егер орта жазда жазылатын болса, онда алдыңғы әріптен қол келеді, содан кейін ха, одан кейін келесі әріпке жалғасып кетеді. Ал соңында әдетте әліппедегі қалыбы жазылатындығын әр сабақта ескертудеміз дейік. Бұл қалың айтылатын әріптерден өзінен кейін қосылады, алайда қалың айтылады. Сондықтан дауысты дыбыстарды қосқан кезде біраз жуан айтамыз. Біраз қырылы бар. Ха, ха, біратылар деп қатты қырылдатпаймыз, бірақ ә деген сияқты ешбір қырылсыз айтылмайды. Ха, ха, қалың. Ха, хи, ху. Ха, хи, ху. Ха, хи, ху. Хаб, хаб. Хал, хал. Қайталайық. Хаб, хал. Ха қалың келе жатады, б жіңішке. Ха қалың келе жатады, л жіңішке. Хаб, хал. Хараджа, хараджа. Хараджа. Хара қалың айтылады, жа жіңішке. Хараджа. Хабара қалың, жіңішке, қалың. Яғни жуан, жіңішке, жуан. Хабара, хабара. Хашаба, хашаба. Халафу, халафу. Айталайық. Хараджа, хабара, хашабу, халафу. Біз мына жуан дыбысты айтқан кезде біраз ерінді дөңгелетіп о айтатын сияқты, алайда іштен ан айтқанда жақ біраз төмендеп барып айтылады, сондықтан а деп шығады. О емес, хо емес. Ха, халафу. Хайру, хайру, хайру. Хатму, хат, ха қалың келеді, т жіңішке. Хатму, хатму. Хамру, хамру, хамру. Хауфу, хауфу. Қауіп деген сөзіміз ғой қазақшадағы. Хайру деген хайры, хатым деген аяқтау, хамр деген ішкілік деген сияқты. Белгілі бір мағынасы бар. Я есім, я етістік сөздер ғой. Айталайық. Хайру, хатму, хамру, хауфу. Енді 4 әріптелер. Махраджу, 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 махраджу. Мухбиру, мухбиру. Мух, му жіңішке келеді, қалың, би жіңішке, ру қалың. Мухбиру. Ахраджа, ахраджа. Юхриджу, юхриджу. Ахбара, ахбара. Юхбиру, юхбиру. Қайталайық. Махраджу, махраджу. Мухбиру, мухбиру. Ахраджа, ахраджа. Юхриджу, юхриджу. Ахбара, юхбиру, ахбара. Юхбиру. Енді 6 әріпті сөздер. Истахбара, истахбара. Истахбара. Мынандай басында исте келетін етістіктерді біз бірнеше әріпте өткен болатынбыз. Негізінде 10-шы баптың етістіктері деп қаралады. Туынды етістіктер туындататын қосымша ғой. Естахбиру, естахбиру.
يستخبر استخبر يستخبر استخرج يستخرج استخرج يستخرج мына екеуі ұқсас қарап отырсаңыздар. Истахбара, истахража. Мына екеуі ұқсас. Ястахбиру, ястахриджу. Өткен шақ, осы шақ, өткен шақ, осы шақ деген сияқты қалыптарын берген екен. Тағы бір қайталап өтейік. Хаб, хаб, хал, хал, хаража, хаража, хабару, хабару. خشبوا خشبوا خلفوا خلفوا خير خير ختم ختم خمر خمر خوف خوف مخرج مخرج مخبر مخبر أخرج أخرج يخرج يخرج أخبر أخبر يخبر يخبر мұнда да أخرج мен أخبر бірдей қалыпта келген. Көріп отырсыздар, фатха сукун, фатха фатха. Ал يخرج мен يخبر бірдей қалыпта келген. Мына екеуі өткен шақ болса, мына екеуі осы шақ деген сияқты. Енді біздің мақсатымыз әрине мағынасы емес, қазір дұрыс оқуға мән беру. Истахбара, истахбара, ястахбиру, ястахбиру, истахража, истахража, ястахриджу, ястахриджу. Осымен бүгінгі ха әрпіне арналған сабағымыз аяқталды. Үнемі қайта-қайта тыңдауға, қайта-қайта бірге қайталауға тырысыңыздар. Раббым Құранды тездетіп үйренулеріңізді жеңілдетсін. Сіздер мен біздерге ықылас пен амал етуді де нәсіп етсін. Келесі сабақта кездескенше аман болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.